Менің қатты өкінетінім, бірақ өкінсең де, өкінбесең де пайда жоқ. 30 жас пен 40 жастың ортасы, яғни арадағы 10 жылдың текке кеткендігі. Не жарытып әйел болмаған, күйеудің бір бабын табатын үйде, ибалы, инабатты. Не бір балаларына қарайтын керемет ана болмаған. Не спортпен айналысып, хотя бы фигураңды жасап аласың ғой 10 жылдың ішінде. Не фигураға қарамағасың, не ағылшын тілін меңгермегесің, не бір істің соңына шейін жетіп бір кәсіпте керемет бір жетістікке жетпегесің да. Яғни 10 жыл құр босқа далбаңдап, елдің соңында, елдің көңіліне қарап, өзіңнің өмірің жоқ, не мақсатың жоқ, не істеп жүргенді білмейсің. Әйтеуір таңның атысымен кештің батысында осы аралық өтіп кеткен. Ең алғаш оянған кезде осы өкініш, әрине, менің оянуыма алып келді, және осы өкініш менің өмірді бағалауыма алып келді. Өйткені өмір қысқа, жанботалар. Ол өмірді қысқа екендігін ұққан кезде ғана сен уақытты дұрыс пайдалануды, уақытты өзіңе қарай ұтымды пайдалануды меңгере бастайсың. Сондықтан қазір өзіңізге сұрақ қойыңыз. Яғни мен осы жылдар ішінде не бітірдім деген, бұл ащы да болса, өте қиын сұрақ болса да, сіздің оянуыңызға, өзіңіздің өміріңізге басқаша қарауыңызға алып келеді. Сондықтан ойланыңыз. Менде 30 жас пен 40 жастың ортасы таста бітірген жоқпын.